Бәйдібек би, қазақ тарихындағы өмір жолы аңыздарға оранған, есімі ғасырлардан ғасырға өтіп, тарих толқындарын мызғымай қақ жарып келе жатқан тұлғалардың бірі бабамыз Қарашаұлы Бәйдібек би. Бәйдібек бабамыздың да, оның өзіне дейінгі аталарының да тарихы болғандығын, өзінің өмір тарихының нақтылығы, орда ұстап, отау көтергендігін, және ұлдары мен қыздарының кейінгі үрім бұтағының әр ғасырларда халық тарихының алтын діңгегі болып есептеледі. Бәйдібек баба үш некелі болыпты. Бірінші әйелі Сары бәйбішеден Байтоқты есімді бала туып, одан Түргеш Сарыйсын өрбіген. Екінші әйелі Зеріптен Жалманбет туылады. Одан Шапырашты, Ошақты Ысты өрбіген. Үшінші әйелі есімі исі қазаққа мәшһүр әулие Домалағана. Бұл кісінің нағыз есімі Нұрила болса керек. Домалағанадан Тілеуберді ел аузында Жарықшақ атанып кеткен. Жарықшақтан Албан, Суан Дулат өрбейді. Бәйдібек бабаның сүйегі Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Қаратаудың Қостыра тауында Балабөген өзенінің орталық аңғарындағы биік төбенің үстінде жерленген. Жалманбет. Бәйдібек ұлы Жалманбет 642 жылы туған. Туғанда қып-қызыл болып, өскенде көркем кісі болыпты. Әкеміз Жалманбет өте сері, ылғи жүйрік жорға ұстап, ит жүгіртіп, қыз салған екен. Сөйтіп жүріп заманда Қызыл би атанған. Қоңырат Қожбанбет бидің қызы Жұпар сұлумен қосылады. Жас келін Жұпардан Досымбет атты бала туылғанда бір көзі бір көзіне атысып Шапыраштанып туылады. Сондықтан оны Шапырашты атап кеткен. Жұпар шешеміз Жалманбетпен бір-ақ жыл ғұмыр кешіпті де қайтыс болыпты. Бәйбішесі дүние салған соң, оның сіңілісі Тұмарды неке қиып, әйелдікке алады. Тұмар анамыз қартайған шағында да шашына ақ қырау түспегендіктен ел ішінде қара шаш атанады. Анамыз бір ұл көтеріпті. Атын Бәйдібек атамыз қойған екен. Себебі Тұмар анамыз өмір бойы от жағып, қайда болмаса да кісілерге ас тамақ беріп, күтіп, батасын алады екен. Осыны көріп, Бәйдібек атамыз немересіне Ошақты деп ат қойған екен. Ошақты деген сөз алдымен береке, бірлік, отбасы, ынтымақ деген ұғымды білдіреді. Ошақты ақылымен айлас асқан әскери қабілетті, халқының тыныштығын қорғаған батыр болған. Жетісудан сыр бойына дейін ұлан қайыр аймақта батыр бабамыздың ат тұяғы баспаған, тау мен дала қылмаған, соғыста шыныққан, өмірлік тәжірибесі мол Ошақты батыр бүкіл Бәйдібектің ордасын жоғары көтерді. Ошақты батырдың бір қасиеті, ұрыс даласында атпен шауып келе жатып, садақтың оғын өңменіңнен өткізетін жаугер болған. Ошақты батыр қазіргі Тараз қаласының тектұрмас төбесіне жерленген. Атшабар әулие. Атшабар 1480 жылы Қасым ханның тұсында қазақ ортасындағы саяси әлеуметтік мәселелерді шешуде жол көрсетуші болған бас тұлға. Ол ел ішіндегі жөн жоралғына, салт дәстүрді реттеуші батагөй дана, елінің сыртқы жаудан, ішкі даудан аман болуын қадағалап отырған. Атшабар Қара Қыпшақ Қобыланды батырдың немере қарындасы Аққұмжаға үйленген. Одан Байназар Байлы, Қайназар Тасжүрек, Бегназар Аталық, Қойназар Қоңыр, 4 ұл және 3 қыз көрген. Үшеуінде 300-дің баласына ұзатқан дейді. Ошақты мен Атшабар арасында 30 ата бар. Байлының шын аты Байназар. Атшабар әулиенің үлкен баласы. Қасым ханның серігі болған Байназар қолынан қара бүркіті түспейтін атақты құсбегі болған деседі. Байназар байдың әр күні, әр сәті өлшеулі болатын. Ол жыңғылды тоғайды аралап, түлкі қағып, қасқырдың ізін шолып, көкке қырандарын ұшырып, құмайларын жүгіртіп, дария жағалап, қырғауыл үйрек қазалатын кісі болған. Осыдан қазақ ханның ұлысындағы тайпалар құсбегі Байназарды елі бай, шөбі бай, суы бай ел деп атап Байлы қойған екен. Байлы
Қабыл, Қасқа, Байсары, Сүзік деген 4 бала көреді. Тасжүрек шын аты Қайназар. Ат құлағында ойнаған батыр, атты әскер тобын бастаған жас жолбарыс болған. Тасжүрек батырдың мінген аты жібек жалды, қаз мойын, қара қасқа, теке жәумет арғымақ болған. Тасжүрек даңқ буымен жер көкке сыймай, шарқырып жүргенде бір қақтығыста дәлде батқан жаудың садақ оғынан мерт болады. Тасжүрек батыр 30-ға келер келмес жасында дүние салған. Артында 2 ұл қалған, олар Жалмұхаммед, Орақ. Аталықтың шын аты Бекназар. Аталық ел ағасы, адамгершілік қасиеттері мол, беделді би болған. Мәселелерді ақсақалдар алқасында салып, ақылдасып шешетін. Жаугершілік кезінде ел басына күн туғанда әскер басы болған, ел басқарған. Аталық қонаққа көл көсір дастархан жайып сыйлаған. Оның табалдырығынан аттаған адамға түйе пышаққа ілінетін. Сөйтіп қонағын құрметтеп күтіп алатын. Аталықтың үлкен баласы Жолымбет, содан кейін Келімбет, кішісі Әлімбет тарайды. Қоңырдың шын аты Қойназар. Бабамыз қойдан жуас, момын кісі болған екен. Ол жау жүрек, жауынгер, еліне адал қызмет еткен. Басына сәлде орап, қолына Құран ұстап, Алласы аузынан, тасбиғы қолынан түспейтін. Қазық қазіреттерді жинап, сопылық жасыған кісі екен. Қоңыр 4 бала сүйеді. Олар Жамантымақ, Түлкіші, Алты Таңатар және Шуылдақ. Беріліп жатқан асымызды Аллах тағала қабыл етсін.